Сәлем балалар, қазақ тілінің 125 сабағы 2 сынып. Тақырыбы сан есім. Мәтіннен сан есімдерді табамын. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамын. 18-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде дем алып қана қоймайды. Саяхат жасаған жерлер жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды. Қайта табиғат зиянкестермен күрес жүргізеді. Екінші, үшінші сынып оқушылары мұғалімдермен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады. Балалар, мәтін не туралы екен? Саяхатқа шығу. Саяхатшылар қандай жұмыс атқарады екен? Олар қандай жанашырлық көрсетеді? Неге осы туралы айтқан екен? Енді бұл жерде бізге түсініксіз сөз егжей-тегжейлі. Мен сізге бір уақиғаны немесе бір әңгімені түсіндіріп, жаңағы барлығын басынан бастап айтып беру деген мағынаны білдіреді. Неге балалар саяхатқа шығу кезеңі сақада сай болып, өздерінің артында дорбаларына керекті заттарды салып алған. Неге саяхатқа шыққанда сен де осындай мұқият дайындал. Енді біз мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Бірінші сұрақ: саяхатқа шығу қандай мағынаны білдіреді? Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Екінші сұрақ: табиғаттың жанашыры деп кімді айтады? Табиғаттың жанашыры деп туристерді айтады екен. Себебі саяхатшыларды неліктен табиғаттың жанашыры дейді? Себебі жас шыбықтарды сындырмайды, табиғат зиянкестермен күреседі, және қоқыстар болса, оларды жинақтап, отты кейбір адам бір өшірмей кетсе, оны өшіріп, сумен осындай табиғатқа деген жанашырлықтарын білдіреді екен. Мәтінне қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап. Мәтіннің ішінде 8, 10, 1 деген сан есім болды. Оларға қанша, неше деген сұрақтар қойылды. Яғни бұлар есептік сан есім екен. Сонымен қатар мәтінде екінші, үшінші дегенде сан есім тұр, бірақ бұл реттік сан есімге жатады. Ал бізге берілген қанша, неше деген сұрақтарға ғана жауап берді. 19-ші жаттығу: мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Балалар, мәтінде ешқандай тыныс белгісі жоқ. Сондықтан біз қазір осы мәтінді тыныс белгісін қойып. Саяхат адамды жақсы әдетке баулайды. Бұл жерде кідіріс бар. Кідіріс болғаннан кейін біз, яғни сөйлем аяқталып, негізгі ойды білдіріп тұр. Сондықтан біз нүкте қойдық. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Бұл жерде де тиянақты ой бар. Нүкте қойылды. Сондықтан бір күнді саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Бұл мәтінде 3 сөйлем бар екен. 3 сөйлемге біз нүкте деген тыныс белгісі қойды. Енді сан есім 1 деген неше деген сұраққа жауап беріп, дара есептік сан есім болып тұр. 20-ші жаттығу: суреттерге қарап, қай қалаға саяхатқа шығатынды болжа. Балалар, сендер әртүрлі жерде тұрасыңдар. Біреулерің ауылда, кейбіреулерің қалада. Сондықтан біз тақырыбымызға байланысты Астанамызға саяхат деген тақырыпқа әңгіме құрастырдық. Мен ойлаймын, балалар, сендер де Астананың әдемі көрікті жерлерін қыдырып, көптеген мағлұматтар алдыңдар. Ендеше Астанадағы саяхат деген мәтінімізді оқып көрейік. Қазақстанның астанасы Астана қаласы. Бұл өте көркем, дамыған қала. Астанада биіктігі 97 метр болатын бәйтерек орналасқан. Хан Шатыр 2010 жылы 6 шілдеде Астана күніне орай ашылды. Қалаға саяхаттап, тамашалауға әртүрлі ұлт өкілдері келеді. Сондықтан көрікті жерлерге саяхаттау маған өте ұнайды. Әртүрлі ұлт өкілдерінің 130-ға жуық ұлт өкілдері бар екен бізден. Сондықтан әр жақтан көптеген, тек қана біздің Қазақстанның тұратын адамдар емес, шет елдерінде осындай біздің әдемі көрікті Астанамызға саяхаттауға келеді екен. Енді әңгімеде қанша, неше деген сұрақтарға жауап беретін сөзді пайдалана отырып, осының ішінде тауып алайық бізден. 97, 2010, 6.
алты. Есептік сан есімдер. Және екінші жаттығу мақалды көркем жаз. Балалар, сендер де әдемі көркем етіп жазыңдар. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. Мағынасы қандай балалар осының? Сен өзің тек қана бір тілмен ғана шектелмей, әртүрлі тілдерді білуге тырыс. Себебі сенің шетелге барғанда көп септігі тиеді. Бірақ ең бастысы өзіңнің ана тіліңді ұмытпау керек. 7 түрлі білім біл деген. Енді сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысты тұрғанын анықта. Бұл мақалда 7 деген 2 рет қайталанып тұр. Ал байланысқан сөзі 7 жұрттың және 7 түрлі деген осындай 2 сөзбен 7 деген сөз байланысып тұр екен. 22-ші жаттығу ойлан дейді балалар. Алғашқы түбір сөз аспан әлемнің бірі, яғни ол жұлдыз екен. Екінші түбір сөз жорғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысаң зиянкестің түрі. Ендеше бізде жұлдыз құрт деген шешуі дайын болды. Енді осы жұмбақтың ішіндегі сан есімдерді жазайық, немесе айтайық. Сан есімдер екінші, яғни бұл реттік сан есімі, нешінші деген сұраққа жауап беріп тұр. Туынды сан есім деп айтамыз. Екеу дегенде нешеу деген сұраққа жауап беріп, бізде бірден бастап 7-ге дейін ғана осылай жіктеу болып айтылады. Мысалы, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Ол жұрнағы арқылы жасалып туынды сан есім жасалып тұр екен. Балалар, осымен біз сабағымызды аяқтаймыз.